бизнес қой бұл сізге деп. Мысалы, бизнес болатындай арасында Алланың разы үшін бағып отқан балаларым да бар. Мен өкіметке ешкім салмайтын. Әр баланың өз нәсібесі бар. Бір ұшқан құстың да тамағының тесігі бар. Алла тағалам өзі тауып береді екен. Жан бітіргеннен кейін Алла тағалам аштан өлтірмейді екен. Әр пенденің өз нәсібесі болады екен. Барлықтарыңызға рахмет. Алла разы болсын. Еңбектеріңіз жемісін жеңіздер. 12 мүшелеріңіз сау болсын. Қайда жүрсеңдеріңіз де жолдарыңыз ақ болып, ниеттеріңіз ақ болып жүре беріңіздер. Әлі қайда жас жігітсіңдер ғой. Рахмет, Мәке осындай жігіттерді алып келіп отырып, осыларды көрсін деп. Сіздерді енді мына жерге сіздер жүректеріңізді ауыту емес. Өмірде неше түрлі жағдайлар болады. Бұл балаларды да Алла тағала берген кезде мен өзімде бір баламен бар. Өдек бір балам. Алла сынақпен береді екен. Сол кезде сол бала өмірге келген кезде қазір атаймыз мама. Болды, жаман. Радоға тастап кеттіңіз, дауын екен ғой деп сөйтті. Врач айтты ғой, сен жолдасына келіп, мен отырып, далаға шығарып жұбатып отырдым. Баланы тастап кете салып. Мен айттым, сен шығып кетесің, мен сен тастап кете салайын дедім. Сен кете бер дедім, саған қатын табылады, бала табылады. Мен тастамайын дедім. Екеуміз айқайласып, баланы көтердім де, мынандай кішкентай окошко передача береді деді, қашып кеткен балам. Мен қазір сол балам 23-ге келді. Өз нанын өзі тауып жейді, әжетханаға өзі барады. Мен сондай тағдырлар басқа өтіп жатыр. Өтті де шүкір. Мен көргеніме қуанамын. Мен айқайлап, рас сөйлеп, бірақ пенденің көңіліне тигім келмейді. Өйткені өзінің көңілім әбден қалып өскен. Баламды мен осылардың тағдырын кешкен кезінде. Аллаға шүкір, мен жалғыз жасайтын кәсіп емеспін. Мен де анамын. Тағдыр осылай асып баратқан жоқпыз, тасып баратқан жоқпыз. Аллахан жайып атқан жоқпыз. Өздері нәсібелер өздерінде. Өздеріңізде жігіттер аман болсын. Алла тек жақсылық болсын.